сыныпта алдын қойды, жаңағы дәрігердің рұқсатымен кетті. Ал ондай болса балалар сабақты бастамас бұрын біз жаңағы шапалақпен бастайық. Мені көріп тұрсыңдар ма? Мені естіп тұрсыңдар ма? Онда бірдей шапалақ. 1, 2, 3. Керемет. Ал ондай болатын болса, бүгін біздің сабақтың тақырыбы 65-85 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы. Зерттеу сұрағымыз не себепті 65-85 жылдар тоқырау кезеңі деп аталды. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасау, кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығын орын алған өзгерістерге баға беру. Сабақтың мақсаты өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасайды, кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға береді. Балалар, біріншіден сіздерге тапсырманы жіберіп тұрмын. Мынау біздің тапсырма. Дәл осыны сызба ретінде дәптерімізге сызып дайындалып алайық. Қазір 5 минут уақыт беремін, видео жіберем. Видео жіберген кезде дәл осы 3 график болу керек. Бірге жазып отырасыңдар. Мұндайсыңдар, жазасыңдар. Тоқырау жылдары Қазақстанға қалай әсер етті? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Неге 1965-1985 жылдар тоқырау жылдары деп аталды? Тоқырау жылдары социалистік қиялдың тұйыққа тірелуі кезеңі болды. Өндіріске мемлекет тарапынан орнатылған қатаң бақылау артты. Экспортталса керісінше, осылайша экспорт пен импорттың ақша баланс пайызын мыста болған. 1970 жылы қала мен ауылдың халық саны теңесті. Бұл одақ бойынша қосып жазу әдетке айналды. Сыйақылар, ордендер, ауыспалы қызыл тулар және тағы басқа марапат алу мақсатында өндірілген өнімнің дәптеріңді көрсетіңдер, мен дәптерден қарап алайын. Жарайды. Мынау сендердің отырған қатарларың, балалар, иә? Қазақстандағы ауыр өнеркәсіпке металлургия, мұнай, газ өндіру, көмір өнеркәсібі жатады. Жақсы. Ауыл шаруашылығы бұл кезеңде кен аралдар мен ұжымдастырушылары, трактор, автомобиль, комбайн және тағы басқа ауыл шаруашылығы техникалары дамыды. Жақсы. Үшінші хронология бойынша. Тоқырау жылдары 1965-1985 жылдар болатын. Бұл жерде өнеркәсіп саласы тоқырауға ұшыраған болатын. Ал 1954-1958 жылы 730-дан астам өнеркәсіп орны мен цех салынып іске қосылған болатын. 1965-1970 жылдары ауыл шаруашылығының төңкерісі болды. Жақсы. Қазақстандағы ауыр өнеркәсіпке металлургия, мұнай, газ, өндіру, көмір, өндіру кәсібі және қалалардың өсуіне әсер етті. Жақсы. Бізден кешіріңдер. Реформа тасығыштар және тұтынушылар жатады. Жақсы. Мынау оқушы. Етсіз жүн өндірісінде дәнді дақылдар бағытталды. Жақсы. Өнеркәсіп бойынша. Өнеркәсіп саласында қазба машина, түрлі технологиялар, комбайн, трактор, шикізат және автомобиль, мұнай өндіру және тағы басқа дүниелер. 60 жылдардың жиынтық өнімі 28%, 75-85 жылдары өнеркәсіп Қазақстан экономикасында жетекші болды. 5 жылда жалпы көмір және мұнай өнеркәсібі жетекші салалар болып қала берді. Этнос, жұмысшы, жаһандық, кеңестік, республика, саясат, этникалық, орыс, ауыз келді. Бұл бітіреш? Тағы кімдер? 3 оқушыдан, 4 оқушыдан, 5-еу. Рамазан не айтасың ғой? Рамазанда бар, мына жақта тартым кебір? Мына жақта
бекарыста бар. Басқа ешкім қосылған ба? Мына аяқта Досымбек. Сосын Нұрмұхамед. Жылдардағы Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы өнімділіктің артуы мақсатында қандай тәсілдер қолданды? А. Құнарлы жерлерге көшіп отыру. В. Интеллектті механизмдер. В. Құнарсыз жерлерді жаппай игеру. 1985 жылдар аралығында Кеңес одағында ауыл шаруашылығын дамыту үшін қандай шаралар қолға алынды және олардың тиімділігі қандай болды? Варианттары: А. Өндірістік кооператив пен колхоздарды нығайту, бірақ тиімділігі төмен болды. В. Мемлекеттік субсидиялар енгізу, ауыл шаруашылығын өнімділігін арттыру. С. Жеке меншік жер иелеріне рұқсат беру, ауыл шаруашылығын дамыту. Өндірістік тиімділіктер. Дұрыс па? Толығырақ айту керек. Тиімділігі қандай болды? Тиімділігі 1970 жылы Қазақстан бидай мен күріштің неше пайызын өндірді? А. 23,9, 24,6, В. 27,9, 26,6, С. 32,2, 31,3. А. 23,9. 1980 жылы ауыл шаруашылығында колхоздар мен совхоздардың рөлі қандай болды? А. Жеке шаруашылықтың дамуына жол ашты. В. Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі бөлігін қалыптасып жетті. С. Толықтай реформаланып тиімділігі артты. Осының негізгі өнімін қалыптастырды. Дұрыс па? Сұрағыңды қой, мына оқушыға. 1980-85 жылы азық-түлік өнімдерінің ең ірі импорт тасушы А. Ақш, С. Түркия, В. КСР. Дұрыс па? Жарайды, сұрағыңды қой. 1985 жылдары ұйымдастырулар мен кеңес шаралар қанша пайыз? Б. 53%, В. 56%. В. 53%. Дұрыс па? Жақсы. Жақты жағамыз жаңа беттен мен қарап тұрамын. Бәрі жаңа беттен. Сөз жазуымыз керек. Бұл біздің сөздік қорымыз. 5 минут уақыттың ішінде. Кетті. Міне уақытты мен қайтадан қоямын. 5 минут. 63-тен кім асты? Қол көтерейікші, 63-тен кім асты? Абай. 62. Саған жұмыс кетті. Мына аяқтан сендерге? Досымжандар? Қанша? 60. Досымжан. Енді мынандай. Енді жақты шешіп көрейікші бала. Сұрақ қайталанбай. Техника және синдикада құлағын Кім толықтырады? Тағы. Сәл жетіңкіремей тұрыңыз, жалпы айтып жатқандарың дұрыс. Техника дұрыс дамымай жетіспеген кездерінде бұл жерде экономика тоқырауға ұшырап, мал шаруашылығы құлдырап, егін шаруашылығында жер өскенмен өнімдерінің сапасы төмендегендіктен олар тоқырап құлдырай бастады. Осылайша бұл тоқырау кезеңі болды. Ал дағдарыс дегеніміз бұл екі жақтың қарама-қайшылығы болады. Демография дегеніміз не? Демография. және оларға сол бойынша көмектесіп, соған қарай халық саны өсті. Сұрақ кетті. Қане? Алырымызын. Маған айтып кеткенде экономика тұрақты болғаннан кейін ол ақырындап түсе бастады. Басты себебі, яғни астық сілтеудің пайда болуы, яғни сол Жаңағы дүниесі артық-ау деген кезде мен осы сұрақтарды қоямын. Егер де осындай сұрақтарға қосымша жауап берген оқушыға мен жаңағы белгі қойып бердім. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз мақсатына жетті. Сабақтың тақырыбына сәйкес берілген 4 тапсырмамыз да орындалды. 4 тапсырманы орындап плюс алған оқушылар бізде альфа.
Ал бір тапсырма орындамай қалған оқушылар, ол бізде ветта оқушылар, екі тапсырма орындай алмаған оқушы, ол бізде гамма. Яғни альфамыз бүгінгі сабақ нәтижесі бойынша 5-еу, беттаныкі 5-еу, гаммамыз бізде 2. Яғни енді сапасын шығаратын болса, 5-ті көбейтеміз 100-ге, 500-ді бөлеміз 12-ге. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың сапасы 41%-ді көрсетіп отырмыз. Ал балалар ондай болатын болса, үйге осы тақырыпқа қосымша материалдар дайындап, жасап дайындап келеміз.